Сәлем, құрметті көрермен, арнама қош келдіңіз. Міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып кетіңіз. Сол кезде видеоларды алғашқылардың бірі болып көріп отыратын боласыз. Бүгін сіздермен осы бір хит болып жатырған, күтірлеген баклажандардан жасалатын өте әдемі тойымды салаттың рецептімен бөліскім келіп тұр. Алдымен тауық етін осылай маринадтап, қуырып және бұқтырып пісіріп алыңыз, немесе кәдімгі ысталған копченый тауық етін қолдансаңыз да болады. Содан кейін баклажандарды жақсылап жуып, тазалап, құрғатып, одан кейін осындай кубиктап турап, кішкене тұз сеуіп 5 минуттай қоя тұрыңыз. Одан кейін кукурузный крахмалмен жақсылап тұрып, барлық жеріне жететіндей етіп, барлық жағы, яғни аунайтындай етіп, жақсылап тұрып араластырып алыңыз. Одан кейін баяу отта қуырып алыңыз. Жақсылап қуырып алғаннан кейін күтірлеген баклажандарымызбен бірге салатымызды жинай бастаймыз. Бізге осындай кинза керек болады. Оны да жақсылап өте уақытамай турап шығамыз. Енді бір ыдысымызды алып салатымызды жинақтайтын боламыз. Баклажандардың үстінен кинзамызды және қызанақты орташа үлкендікте турап оны да саламыз. Одан кейін қызанақтарыңыз қатты сулы емес, қатты жерлерін турауға тырысыңыз. Одан кейін жаңағы пісіріп алған тауық етін салатын боламыз. Тауық етінің өзін маринадын ерекше жасасаңыз өте дәмді болады, немесе жаңағы копченый тауық етін де қолдансаңыз болады. Одан кейін кисло-сладкий соуспен араластырып шығатын боламыз. Салатымыз өте дәмді, өте тойымды және түсі де дастарханды ашатын керемет салат болып шығады. Дәмі енді ерекше, міндетті түрде байқап көріңіз, жасап көріңіз. Ұнайтынына сөзсіз. Міне болып ыдыстарға салғаннан кейін бальзамдық уксуспен бетін әсемдеп, одан кейін күнжіт себеміз. Өте керемет тойымды әдемі салат болып шығады. Менімен бірге осы рецептпен жасап көруіңізді ұсынамын. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лүпіл басып, пікіріңізді жаза кетіңіз. Осы бір жаздың дәмді салатын дайындап көріңіз. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Келесі видеоларда жолыққанша.